Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 9 сыныптың қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. 3-90 бөлімнің атауы «Адам жанының құпиясы», сабақтың тақырыбы Төлеген Айбергенов «Сағыныш өлеңі». Оқу мақсаттары: әдеби шығармадағы психологизмді анықтау, автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жасау. Оқу мақсаттарына сәйкес бүгінгі сабақтың мақсаттары: өлеңдегі ақынның көңіл күйін ажырату, өлеңде сипаттаудағы ақын стилін анықтау, ой толғау, дайындау. Бағалау критерийлері: көңіл күйді ажыратады, психологиялық параллелизмді анықтайды, ой толғау, жазады. Ой шақыру, не ыстық әдісі. Оқушылар, сендер туған жерден жырақта жүрсіңдер. Сендердің туған жерге деген сезімдерің қандай болмақ? Поэзия минуты. О менің байтақ мекенім, жанымның қаршығасы сен, шырқағым келіп кетеді, жазбаған ән шығарсың сен. Қызығың тербеуде мені, тарқамас той шығарсың сен. Тулаған тар кеудедегі, тумаған ой шығарсың сен. Ойлантап әдісі. Пазл арқылы жасырылған суретті табамыз. Иә, әрине, бұл ақын Төлеген Айбергеновтың суреті. Алдыңғы білімге шолу. Төлеген Айбергенов туралы не білесіңдер? Қандай шығармалары бар? Ақын туралы қандай естеліктер білесіңдер? Жақсы, ендеше алдыңғы біліммен бүгінгі өтетін тақырыпты байланыстыра отырып, бейнебаянымызды тамашалайық. Көркіңді жүрген қуаныш қылып, менде еме екен бараған. Шынының болсаң басырма жаным, өсек ғайбатқа бұраған. Қажет жерінде қатыгездікпен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышыңмен есепте. Әннен қандай әсер алдыңдар? Қандай көңіл күйді сезіндіңдер? Көз алдарыңа қандай сурет келді? Тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз: өлең мазмұнымен жұмыс, тұжырым әдісі. Өлең жолдарынан көңіл күйді білдіретін тармақтарды теріп, тұжырым кестесіне толтырыңдар. Бағалау критерийі: көңіл күйді ажыратады, дескриптор көңіл күйді білдіретін жолдарды табады, мазмұнды түсінеді. Сергіту әдісі. Мына суретке қатысты мақал-мәтелді табыңдар. Оқушылар, мына суреттерге назар аударайық. Иә, әрине, отан, оттан да ыстық деген мақал шықты. Жақсы, келесі тапсырмамыз аялдама әдісі. Өлең жолдарын оқи отырып, өлеңдегі психологиялық параллелизмді табыңдар. Параллелизм бір-біріне ұқсас құрылымды сөйлемдер мен сөз тіркестерінің формалас сөйлем мүшелерінің қабаттаса қатар қолданылуы. Адамның заңғар ұлылығын сен сағынышымен есепте. Онсыз сен тіпті тұлпар да болсаң қоса алмайсың қатарға. Үмітке толы, арманға толы, теңіз де сенің, таулар да сенің, нұрна таңның боялған, сағынышымнан оянған. Бабалар бізді сағынған, әжелер бізді сағынған, аңсап биігін, асқар иығын. Бағалау критерийі: психологиялық параллелизмді анықтайды, дескриптор ақын көңіл күйінің табиғатпен үйлесімін білдіретін жолдарды тауып оқиды, ойын жүйелеп жеткізеді. Шығармашылық жұмыс, ой толғау, жазу. О менің байтақ мекенім тақырыбында туған жерге арналған ой толғау жазыңдар. Бағалау критерийі: ой толғау жазады, дескриптор тақырыпты ашады, жеке көзқарасын білдіреді, сауатты жазады. Автор орындығы әдісі арқылы оқимыз. Жақсы, ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Ой таразы әдісі. Менің осы сабақтан алған әсерім атты кестені толтырайық. Үй тапсырмасы: Төлеген Айбергенов «Сағыныш өлеңінің» мазмұнын суретпен жеткізіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.